Қасқасу тауы Қазақстанның оңтүстігіндегі әсем табиғи аймақтардың бірі. Ол Тянь-Шань тау жоталарының батыс бөлігінде. Түркістан облысы Шымкент қаласына жақын орналасқан. Биіктігі шамамен 2000-3000 метр. Таулы өзендер мен бұлақтар көп. Жазда көкорай шалғын, қыста қарлы көрініс қалыптасады. Бұл аймақ Сайрам-Өгем ұлттық паркі аумағына жақын орналасқан. Сайрам-Өгем ұлттық паркі 2006 жылы құрылған. Қасқасу демалыс пен экотуризм үшін танымал жер. Қасқасу атауы қазақ тілінде таз, жалаңаш тау беткейі немесе ақшыл шың деген мағынаны береді. Соңғы жылдары Қасқасу туристер арасында танымал орынға айналды. Қысқы спорт түрлері және жергілікті іс-шаралар өткізіледі. Бұл тауда арша, тек Қазақстанда өсетін жабайы қызғалдақтар, жусан, киік оты сияқты дәрілік шөптер, таулы шырша мен қайыңдар өседі. Көктемде Қасқасу беткейі гүлге толып, өте әдемі көрініс береді. Қасқасу ұзақ уақыт бойы халық халқының жайлауы, жазғы қоныс болған. Малшылар, ауыл тұрғындары осы жерде өмір сүрген. Осында өсетін кейбір өсімдіктер Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Олар грейк қызғалдағы. Қазақстандағы ең әдемі әрі сирек қызғалдақтардың бірі. Бұл гүл Қазақстанның символдарының бірі саналады. Ерте көктемде гүлдейтін Кауфман қызғалдағы. Оны кейде су лала-гүліне ұқсас қызғалдақ деп атайды. Альберт қызғалдағы. Ашық қызыл немесе қызғылт түсті, сирек кездесетін түр. Және сиверс алмасы. Ол барлық мәдени алмалардың арғы тегі. Тек таулы ормандарда өседі. Сиверс алмасы Қазақстандағы ең құнды және ерекше өсімдіктердің бірі. Ол әсіресе Тянь-Шань тауларында, соның ішінде Қасқасу тауы маңында өседі. Оның биіктігі 5-15 метр. Гүлі ақ немесе қызғылт реңкті, көктемде гүлдейді. Жемісі кішкентай, қышқыл дәмді, алтын қызғылт түсті. Сиверс барлық мәдени алма сорттарының ата-бабасы саналады. Генетикалық тұрғыдан әлемдік алма өндірісіне үлкен маңызы бар. Ол жаңа алма сорттарын шығару үшін пайдаланады. Қысқаша айтқанда, сиверс алмасы Қазақстанның тау табиғатының алтын қазынасы болып есептелінеді және Қазақстанның қызыл кітабына енген сирек өсімдік. Сондықтан оны кесу, сындыру немесе зақымдау заңмен қатаң жазаланады. Егер адам сиверс алмасын шапса, әкімшілік жауапкершілікке немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Кейде ең қатаң қылмыстық жауапкершілікке тартылады. 10-12 миллион теңгеге дейін айыппұл салынып, немесе 3 жылға дейін бас бостандығынан айырады. Тағы бір айта кететін жайт, сиверс алмасының гүлінен бал алынады. Дәмі ерекше, түсі сарғыш, бірақ өзге балдардан қымбат болады. Себебі химикатсыз, таза, ерекше шипалы бал саналады. Біз осында жүріп, Қасқасудың қарлы шыңдары мен керемет көріністеріне қанық болдық. Атпен жүріп, серуендеуге де үлгердік. Жан-жағыма қарап, небір ақындарға шабыт берген елімнің табиғаты-ай деп ойлап қоямын.